Енді мынандай бір сұрақ, Алла тағала тағы да сізді умраға баруды нәсіп етсе, ол жолы кіммен барғыңыз келетін еді? Күйеуіммен. Ең алғаш сіз ләббәйкті айтып келіп, Қағбаға басыңызды, көзіңізді көтерген кездегі сезім, оны тек сезіну керек. Оны басқаша айту мүмкін емес. Қазіргі таңда Айгүл Иманбаева өнерден кетті ма, немесе немен айналысып жатыр? Мен сондай бір сәттерді басымнан өткіздім. Жалпы енді ол жаққа әркім әртүрлі барады. Біреу сынақпен барады, біреу шүкіршілікпен барады. Сізде осы процесс қалай болды? Сондықтан орамалдың өзіне махаббатпенен, ынтамен, ждахатпен келген кезде ол сізге қона кетеді. Жылқының еті ма халал, сиырдың еті ма халал? Жоқ. Тауықтың еті қазіргі заманда халал емес. Шетелге демалысқа барсаң, тойып алу керек сияқты, самолетта тойып алу керек сияқты. Сөйтсем мен айтамын ғой, біздің немеле ДНК-мыздағы аштық көргендік программа қалып кеткен ба деп ойланам да. Мен Қағбада тұрып не тіледім, келгеннен кейін енді сізге өтірік маған шын. 10 күннен кейін сол өзгерістер бола бастағанда айтамын ғой, Алла тағала мынау не деген құдірет, адамның қолынан келмейді ол. Ассалаумағалейкум, құрметті Қызмет Саяхат YouTube каналының оқырмандары. Бүгін бізде кезекті шығарылым. Бүгінгі біздің қонағымыз өте ерекше жан. Барлығымыз танитын, белгілі Қазақстан Республикасына танымал әнші, актриса, еңбек сіңірген қайраткері Айгүл ханым, қош келдіңіз. Қош келдік. Рахмет армын. Қалайсыз, қалыңыз қалай? Күшті. Бүгін сізбен Алла қаласа руханият жайлы, енді осыдан бірнеше күндер бұрын Аллахтың қалауымен өзіңізбен бірге 10 күн умрада сапарлас болдық. Сол жақтағы оқиғаларды, қызықты әңгімелер жайлы сұхбаттассақ деген мақсатта шақырып отырмыз. Оған дейін ең алғашқы менің сізге қоятын, білгім келетін сұрақ: қазіргі таңда Айгүл Иманбаева өнерден кетті ма, немесе немен айналысып жатыр? Менің жалпы қазіргі таңда экраннан, кинодан, театрдан, жалпы ән әлемінен сирек көрінетін болғандықтан көп көрерменім дәл осы сұрақты қояды. Ол заңдылық, өйткені іздейді ғой, өзің көрерменің, тыңдарман, оқырманың болғаннан кейін міндетті түрде іздейді. Және де енді мен бас аяқ түбегейлі ат жалын үзіп өнерден кеттім деп айта алмаймын. Енді осы күнге дейін оққан, білім қуған, алған білім 4 диплом бар екен қалтамда. Енді сол біріншісі менің осы әншілік, актерлық өнерім ғой, театр институты, екінші жаңағы Казгу дейміз, журналистика факультеті, одан бизнес университеті, одан кейін Лондондағы жаңағы мәдениетті басқару оқуының дипломы деген сияқты. Енді сол алғашқы алған дипломымның былай айтқанда, қазақша айтқанда әбден қызығын көріп, өз уақытыма жауап беріп, былай айтқанда әбден рахатын көрдім, халықтың сүйіктісіне айналдым. Сол арқылы Айгүл Иманбаева деген ат қалыптасты. Шүкір айтам, барлығына Аллаға шүкір. Бірақ адамның мынау қазақтың бір даналығы ғой, 13 жаңағы әр 12 жыл сайын мүшел жас санайтын. Әр мүшелде адам баласы бір деңгейден екінші деңгейге өтіп отырады екен. Оның санасы, жүрегі, миы, жалпы физикасында, миында да, руханиятында да өзгеріске ұшырап отырады да. Бірақ оны кейбір адам депрессияға түспей әдемі өтеді келесі бір деңгейге. Кейбір адам депрессияға түсіп орында тоқтап қалады деген сияқты. Сондай бір кезеңге келсем керек. Қазіргі менің мына 49-ға келе жатқан мүшелімнің алдында менде өзгерістер өте көп. Руханиятымда, ішкі әлемде. Ол өзгеріс менде енді осы 37 мүшелден 49 мүшелдің арасында ғана болған жоқ. Жалпы енді мен тәрбием солай шығар, өскен ортам қазақ сондай шығар, үлкен кісілерден көргенім, түйгенім сол шығар. Мен сәл ертеректеу келдім. Жалпы осы іздену, мен кіммін, қайда барамын, не керек, қандай адамның жанына қорек керек деген нәрсе мен ертелеу іздей бастадым. Сол 25-26 жасымнан бастап шығар. Маған қарағанда сіздер қайда ертерек іздеп жатырсыздар, өйткені қазіргі заман басқа деген сияқты. Сол іздеу үстінде жүрген кезде менде көп өзгерістер болды. Жаңағы өнерге қатысты көзқарасымда. Ол бір ойбай, өнер аяқ астынан жаман, бұл маған ештеңе бермеді, харам деген нәрселерден аулақпын олай айтуға. Бірақ дегенмен өзіңнің кезеңіне, уақытыңа жауап беріп, оның
былай айтқанда әр қаратайғы жолда өнерім менің өзінің формасын өзгертіп көбірек ұстаздыққа, көбірек балаларға білім берумен, қазір қоғамда не әр алдыңа келген шәкірттің өзіне өнерді беру бір бөлек, оның бойына адами қасиетті сіңіру деген басты нәрсе. Өйткені жақсы адамнан ғана жақсы маман шығады қай салада да. Соның барлығын есепке ала отырып, жалпы мен өнердің кішкене формасы солай өзгерді. Көбірек шәкірт тәрбиелеуге, мүлдем бір басқа бағытқа өзгерді. Себебі мен келесі бір кезеңге өтетін уақытқа жақындап қалдым. Ал келесі кезең не деген кезде, байқасаңыз, жалпы менің Умраға баруым, бұл менің екінші сапарым, өзіммен барған. Оның алдында мен 2 жыл бұрын анамды алып бардым. Ал анамды апармастан бұрын мен 2 жылдай медреседе білім алдым. Мен жалпы мына дін, ислам деген сөздің өзі жаңағы аударғанның өзінде де тазару ғой, жанның тазару деген ұғымды білдіреді. Ислам дініне қазіргі таңда көп адам бір сиқырлы таяқ сияқты қарайды. Ықылас сүресін, Фәлақ сүресін 1000 рет оқысам мен бай болып кетем, бақытты болып кетем деген бір білмеймін, бір сиқырлы таяқ, ол бір сондай мифологиялық тұрғыдан қарайтын бір дүние деп қарайды. Қате. Егер сіз исламды түсінгіңіз келсе, егер бұл тазару сенің жаныңның тазару. Мысалға біз өмірге келеміз, келу бар, кету бар. Адамның тіпті ананың жатырына бір түйір рухтың түскеннің өзінде ол адамға айналған жоқ әлі, бірақ жүрек соғып тұрады. Қараңызшы. Ал өмірден өткен кезде ең соңында не тоқтайды? Жүрек тоқтайды. Сонда бұл фәнидегі тіршілік бітеді. Яғни сол демді алу, демді шығару, бұл өмірге келу мен кету. Енді бала тіпті ананың құрсағынан мына жарық дүниеге шыққанның өзінде де ең бірінші деп ауа жұтады, өмірге келді. Ал енді Раббысына қайтатын кезде сол ең соңғы дем шыққанның өзінде деп кәдімгі бойынан дем шығарады, ақтық демі ең соңғы. Сол арадағы демді алдың, кішкентай ғана бір жаңағы незаметно дейміз ғой, бір көрінбейтін бір арадағы кішкентай дем алғандағы пауза, сол өміріміз біздің сүріп жатқан. Келу бар, кету бар, қайту. Соның арасындағы кішкентай білінбей алатын пауза, сол біздің сүріп жатқан өміріміз. Оны қазақ дана ғой, қасқағым сәт, жалған өмір, фәни дүние деген сөздермен алмастырған. Яғни сол бір кішкентай өмір. Яғни мынау материядағы сенің күнделікті тіршілік жасауың мәңгілік емес. Келу бар, кету бар. Сол арадағы өмірді мәнді, сәнді өмір сүру деген ол сенің үлкен зәулім сарайда тұрып, ең соңғы модельдегі машинені айдап, бүкіл бренд үстіңе жабыстырып алып өмір сүру емес. Ол дегеніңіз жанға қандай қорек керек, соны беру. Яғни ол не? Жаңағы айтып отырған өзіміздің руханиятымыз. Ал руханиятты әркім әртүрлі бір түсінікпен келеді. Біреу психология арқылы келеді, біреу дін арқылы келеді, біреу сынақтар арқылы келеді. Әр адам әртүрлі жағдайда келеді. Қалай болғанда да бастысы келу деп есептеймін. Бірақ оның сыры, оның күші, ол біздің мына ислам дінінде барлығы кәдімгі баппен, әр аятпен, сүремен түсіп қойған. Тек оның барлығының расшифровка дейміз ғой, тәпсірлеп ашу үшін адамға үлкен ақыл керек. Құранда да жазады ғой, Құран кітап ақыл иелері үшін түсірілген кітап. Енді сіз ақылдысыз ба? Мен ақылдымын ба? Ақылды болсам қандай деңгейде менің ақылым? Мынандай деңгейде де ақылдар бар. Ол адамды өзін биікпін деп есептейді. Мына деңгейде де ақылды адам бар. Ол да биікпін деп есептейді. Сондықтан біз қандай деңгейде ақылымыз бар, және біз Құранды тәпсірлеуге одағы аяттың барлығының рахым сөзіндегі н әрпінің астарындағыны түгелдей ашуға біздің қаншалықты ақылымыз жетеді деген сұрақтар, ол енді сұрақтың көкесі деп ойлаймын, былай айтқан кезде. Рахман сөзі қай өмірге тиесілі, рахим сөзі қай өмірге тиесілі.
оның бас қатырып жатқан жоқ адамдар көп. Енді мен көпшілікке топырақ шашпаймын, дегенмен осындай білім алу үшін дінге келген кезде, жалпы исламды бет бұрған кезде көзсіз соқыр эмоциямен кіруге болмайды. Тіпті шатасып кетуге болады, және шатасып кетіп жатқан адамдар жетеді, білесіз. Сондықтан медреседе кәдімгі теологтардан, ғалымдардан, жақсы тереңнен білім алған ұстаздардан білім алып, мынау өреңнің көкжиегін, өреңнің дейміз ғой, көкжиегін былай кеңітіп, мынау боковой көз дейміз, жағалауын бәрін көріп, білімді алып барып егер дінге келсең, сенің фундамент қалаған секілді ғой. Енді үй салсаңыз да цемент жақсылап тұрып, тасын құмын араластырып құймасаңыз, бәрібір оның үстіне жылтыратып тұрғызған үйден не пайда? Ол күннен күні құлайды, фундамент нашар. Сондықтан ислам дінін де мен солай қабылдаймын. Егер сен ислам дінінде ешкім сені азғыра алмайтындай, басқа бір ағымға түсіре алмайтындай, сенің рухани әлеміңді сындыра алмайтындай халге жетуің үшін сен ең бірінші білім алу керексің. Сол қолымнан келгенше алдым, оқыдым. Сондай ішкі үлкен дайындықпен, үлкен махаббатпен, үлкен бір жүректің тарсылдап, дүрсілдеп, қашан барам деп күн санап, үлкен махаббатпен 2 жыл бұрын мен анамды апардым. Енді ол кездегі мен сезімді айта алмаймын, жеткізе алмаймын, мүмкін емес. Ең алғаш сіз ләпбәйкті айтып келіп, Қағбаға басыңызды, көзіңізді көтерген кездегі сезім, оны тек сезіну керек, оны басқаша айту мүмкін емес. Мен сондай бір сәттерді басымнан өткіздім. Жоқ, керек жоқ. Өткіздім, себебі жалпы сіз егер Құдай ол біздің әр ішіміздегі қандай бейнемізді, қандай түрімізді бәрін білуші, жасыру мүмкін емес. Ал енді сіздің Қағбаны көргендегі жанның, жүректің жалаңашта бар болмысыңмен, былай айтқанда, бетпе-бет келіп қараған кездегі сезім, ол дегенің, ол мүмкін емес. Кейде бір әлсіреп кеткен кезде сол сәттерді көзімді жұму арқылы, мен елестету арқылы бір сәт іштей тазарып алатын сәттерім болады. Ал енді мамамның сезімін ол кездегі тіпті мүмкін емес. Елестетіңізші. Сондай бір сезімдерді өткіздім басымнан. Бірақ мысалға бүгінгі подкасттағы студияға келер кезде мен ойландым, Айгүл, бұл подкаст, бұл сұхбат сенің беріп жүрген сұхбаттарыңнан ерекше. Орны бөлек, жолы жөні бөлек, арқалаған аманаты бөлек. Қызмет саяхат компаниясының кәдімгі YouTube каналындағы үлкен бағдарлама. Жалпы неге есің? Қалай барасың? Ертең миллиондаған халық сені көреді, не айтады? Қалай болады? Деген нәрселерге мен мысалға тереңнен ойландым. Меккеге барып келген, ол үлкен қажылық емес, умраның өзінің жөні бір бөлек, үлкен бақыт түсінген адамға, кейбір адам шақырмаса бара да алмайды ғой. Ол маған 1 рет емес, 2 рет бұйырған бақытта қалай киініп барасың деген сұрақ мені мазалады. Және де мен ең бірінші көкейіме келген сұрақ, Айгүл, орамалың қайда? Тіпті сен қазаққа орамалыңмен танылдың ғой. Келін Айгүл. Қаншама халық орамал таққан, осындай келінім болса деген кәдімгі фанаттарым болды. Қанша үлкен ата әжелер, ене аталар, келіндер маған еліктеді, қызықты үлкен ата енелер деген сияқты. Орамалың қайда? Болмаса сен орамалсыз бара жатсың ғой деген менде ішкі спор дейміз ғой, өзіммен өзім диалог жүргіздім іштей. Және жүргізген кезде мен өз-өзіме айттым, жоқ, мен қазір осы Айгүл, осы жасымдағы, ол мен 2 рет умрама барып келсем де, осы Айгүл дәл қазіргі сағаттағы, дәл қазіргі уақыттағы, дәл сенің ішкі эмоцияңдағы Айгүлдің болмысы қалай? Алдама ешкімді. Ғұлама болып, аяқ астынан мен бір керемет бәрін білгір бола қалып,
өзгере қалған сияқты. Айгүл, өтірік нәрсені жамылма. Болмысың мен бар. Сен әлі келген жоқсың орамалға. Яғни алдама. Ертең экранның ар жағынан көретін өзің көрерменді де алдама. Сұхбат алып отырған адамды да өзіңді де алдамай, болмысың мен бар. Бірақ мен немен көгердім? Мен ұят болмасын бағдарламасында орамал таққан Айгүл келінмен танылып, сол арқылы абырой, атақ келді. Бұны мен өте жақсы білем. Яғни мен келсем, орамалға келем бе, мен еш уақытта өмірімде шешпестей үлкен махаббатпен келіп, ол өмір бойы тағатындай келуім керек. Бірақ енді дінменен орамалды тіпті араластыруға болмайды деген тағы менің жеке пікірім мен философиям бар. Ол менің жүрегімдегі, менің руханиятымдағы, менің түйгенім, тоққаным, оққаным, сезінгенімді тартып ала алмайды. Одан мен дінсізбін деп өзімді есептемеймін. Болмаса имансызбын, әлсізбін деп есептемеймін. Сол себепті тіпті қазір Англияда оқыдым, енді Америка мен Қазақстанның арасында екі арада жүріп жатырмын деген сияқты. Қарайсыз ма, Европа, Британия, Америка елінің халқына, самолетқа кірді ма, бір-бірін таптамай кіреді. Шыға ма, алдында қатар шығу керек па, күтеді артындағы адам. Шығады. Бір-біріне күліп қарайды бетіне. Бір-бірінен кешірім сұрайды, амандасады танымаса да. Жылулық, мейірімділік. Ал біздің елде кейде, ол мен елім жамандап жатқан жоқпын, және бәріне көп топырақ шашып жатқан жоқпын. Дегенмен бізде осындай жиі кездестіресің. Қабағы түйілген адам, күңіренген адам, самолетқа, ұшаққа кірсең, бір-бірін айқайлап, итеріп, жаңағы балағаттап жатқан адам, еш нәрсеге шыдамдылық жоқ адам. Соны көргенде ойлайсың, қай ел, қай мемлекетте мұсылман халқы тұрады? Бізде ма, Европада ма? Деген сұрақты мен қойдым оқып жүргенде. Өйткені мүмкін емес, шыдамдылық таныту, кезекте тұрсаң күте салу, тіпті скорыйменен ауруханаға келсе де күту кезе бізде жеп қояды ғой. Врачлау жеп қояды дәрігер. Күліп қарай салу, кешірім сұрай салу, тіпті көшеде көлікте келе жатсаң, дұрыс жол бермесең, сол арада тура түсіп ұрып кетуге дейін дайын. Қайда мұсылмандылық? Сондықтан мұсылмандылық деген сенің орамал тағуыңмен, сенің қай ағымда, қай бағытта намаз оқуыңмен ғана шектелмейді. Ол жанның, жүректің тазалығыменен өлшейм. Ал жанның, жүректің таза адамы өзінің арында адал адам. Ол Құдайға да шоу көрсетіп алдамайды. Ол 5 уақыт намазын қаза қылмайды. Ол өзінің ойына ие болады, өзінің аузынан шығатын сөзіне ие болады, ішетін асына дұрыс қарайды. Өйткені мына берілген ағзаның бәрі аманат қой Құдайдың. Оған сен бауырың, асқазаныңа, бүйрегіңе не нәрсе болсын сала бермейсің ғой. Сен жейтін тамағыңды бақылайсың. Мынау аманат қой, мен қиянат жасамайын мына ағзама деген, бұның барлығын мен мұсылмандылық деп есептеймін. Сол себепті енді мен бір шетінен өзімнің орамалсыз келгенімді ақтап отырған сияқтымын. Дегенмен мен өзімнің ішкі сіздермен шын ойымды бөлістім. Өйткені келуді мен алдыма ниет қып қойғанмын, және де соған келе жатырмын. Және де келсем, мен оны өзі білініп тұрады, орамалды жүрекпен таққан адам, әйел адамның жүзінің соншалықты нұрланып, және орамалдың келісіп жарасатын. Кейбіреу жаңағы бір аста бір жиындарда таға салады, құрысына орамал жатты жараспай тұратын адамдар болады. Сондықтан орамалдың өзіне махаббатпенен, ынтамен, ждахатпен келген кезде ол сізге қона кетеді. Сол жолдамын. Енді ақталған болып естілгенмен де шынымды айттым. Енді Алла мен бүкіл қаласа сұрақты қамтып кеттім ғой. подкаст бір адамдікі болып жатыр деп па? Айгүл ханым, Алла қаласа, сол енді Алла тағала сізге нәсіп етсін. Енді шынымды айтайын, сізбен енді 10 күн умра сапарында болдым ғой. Сол уақытта сізден өзіме бір ұнаған нәрсе ол шынайылық болды да. Енді өзіңіз білесіз, сол умра сапарында сізге осы инста парақшамызға видео түсіру бойынша өтінішпен барған кезімде сіз айтқансыз, Арнұр, давай шынайы болайықшы. Мына жерде кейбір жасанды сөздерді алып тастайықшы деген сөзіңіз сол кездегі сіздің шынайылығыңыз ана көзіңізден маған берілді да. Сол үшін сізге бір өзім бір іштей қуанып қалған кезім болған. Одан бөлек енді айтқым келетіні, жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, сол умра сапарына алғаш рет анаммен бардым, осыдан бірнеше жыл бұрын деп жатсыз. Жалпы менде бір мынандай сұрақ,
осы умраға бару деген ой, жалпы ол жақтың бар екендігі, қасиетті мекеннің қай кезде бір ойыңызға келді, қай кезде бір ниет еттіңіз? Жалпы енді ол жаққа әркім әртүрлі барады, біреу сынақпен барады, біреу шүкіршілікпен барады. Сізде осы процесс қалай болды? Иә, шынымен өзі бір умраға, жалпы Меккеге 3 бағыттағы адам барады деп айтады ғой. Енді біреуі жаңағы Ибрахим пайғамбарымыздың үмметтері, Ибрахим пайғамбардың дұғасы қабыл болған, яғни үмметтері. Екінші, Әзірейіл періштенің дұғасы қабыл болған, жаңағы Іблістің дұғасы қабыл болған дейді. Үшеуінде дұғасын қабыл еткен және 3 бағыттағы адамдар барады деп. Яғни шынымен Алла шақырған пайғамбарым Ибрахим пайғамбарымыз, мен үмметтерім үшін дұға етсем қабыл етесің бе деп, қабыл етем деген деп, яғни Алланың шақырған қалауымен барған адам болса. Екіншісі Әзірейіл періштеміздің. Сонда енді қараңыз, бір адамдар шын ынта шынтасыменен дайындалып, жүрегіменен армандап барады. Енді бір Аллаға ғана аян қабыл болады деп айтады. Енді бір адамдар барады, жаңағы Іблістің шақыруымен барғандар, сол барып телефонымен алысып, тіпті ана жерді де сезбей, қағбанды да сезбей, дұрыс көрмей де, сезінбей, өзі ана бүкіл энергияны жүрегінен өткізбей, тек телефонмен алысып, ішкен жегенін, сол жүргенін бәрін көрсетумен келетін адам сол Іблістің шақыртуымен барған деп айтады. Және сонда барып өмірден өтіп кететін кісілер Жебірейіл періштенің, Әзірейіл періштенің дұғасы қабыл болған адамдар сонда барғанда Раббысына қайтады деп жатады. Енді бір Аллаға ғана аян қай бағытта барғанымыз, бірақ іштегі ниетті сол Алла жолында деп бардым. Дайындығымды бастадым ғой. Бірақ мен білмеймін, ол кезде саналы түрде ме екен, әлде бір эмоциядан ба екен, қандай бағыт екен білмеймін, бірақ мен әр намазымның алдында дәрет алған кезде, енді дәреттің де көп сырын адамдар біле бермейді, ол ойлайды, құлағын жүреді, басын жүреді, мұрнын жүреді, жуып екен деп. Былай қарасаңыз, сіздің күнделік, бізде білмеймін, ойдан секундына қанша ой келіп кетіп жатады, ойдан қанша күнә жасап жатқанымызды білмейміз. Ауыздан, әрекеттен. Ал енді сіз ойлаңызшы, қандай күшті деймін да біздің дін. Сіз күніне 5 уақыт жаңағы Құдайдың берген суы арқылы сол бүкіл күнәларыңызды тазалап жуып тұрасың. Сол кезде мен ылғи аяғымды жуатын кезде айтатын: я Алла тағала, осы аяғыммен, табаныммен Меккеге баруды нәсіп етші, Меккенің жаңағы табалдырығын аттауды нәсіп етші деп мен айта беретінмін. Қайда бұрын айтатынмын мен бұны, қандай күш айтқызған, неге айтам, ол кезде менің соншалықты бір санама бара қоймаған да шығар. Өйткені мен оны бір 25 жасымда ма айта бастадым. 25-24 жасымда, өйткені намазға алғаш жолғанда мен қатты ауырып барып жығылдым. Менде мынандай бір аурудың түрі болды. Эпилепсия емес, бірақ ана адам көбік шығып талып қалады ғой. Ондай емес. Мен бүкіл жағы, қол аяғым жаңағы сіңірлеріме дейін тартылып, көгеріп талып қалатын бір ауру болды да. Сөйтіп білмеймін, бір 2-3 минут шығар, сөйтіп талып оянып жүре беретін сондай. Одан дәрігерге қаралсам, ауруыңыз жоқ сіздің дейді. Қалай ауруым жоқ, мен құлап қала берем. Сол кезде сол мен мешітті жағалай бастадым, бара басып, сұрағыма жауап іздедім былай айтқан кезде. Мен өйткені талатын уақытымды мен білем, мен табанымнан сіңір тартылып бастағанда, білесің қазір ауа жетпей құлайтынын. Сөйтіп жүргенде өзі сондай, енді тілегенге сұрағанға тілегенін береді ғой Құдай. Сөйтіп сондай бір ортаға кірдім, сондай жақсы әңгімелер. Қалай сол 2001-дегі намазға келгеннен кейін сізге өтірік маған шын, мен талу деген нәрсе менде жоқ болып кетті. Ол қандай, көрдіңіз, сенбей көріңіз Құдайдың құдіретіне. Жоқ болды. Мен күні бүгінге дейін ондай аурудан түгел арылдым. Солай келдім. Сол кезден бастап Мекке деген бір ана кинодағы бір мифологиялық бір нәрсе сияқты ғана елестейтін ғой. Ол 2001-де біздің Қазақстанда біріншіден әртүрлі ағым кіріп жатты ол кезде. Екіншіден, менің саламда
діннің исі мұрнына бармай жатқан охо әләулім халәулімнің кезі болатын 2001 деген. Мен сол кезде сондай бір сынақпенен келдім. Сол кезден бастап мен өз-өзіме айта бастадым ғой, сол дәрет алған кезде осы аяғымен Меккеге баруды жассын, осы аяғымен Меккеге баруды жассын деп сөйтіп тілейтім. Сол тілеуімді берді Құдай. Көрдіңіз ба, шын тілесең бәрін береді, мүмкін емес. Анау тегін айтылмайды ғой хадистерде де. Сен маған бір қадам жүрсең, мен саған 10 қадам жүремін деген шынымен де рас. Бірақ оны бір сиқырлы таяқ, байып кетейін, бақытты болып кетейін, күйеуге түйіп кетейін, балалы болайын, зәулім сарай алайын деген ниетпен емес. Ниетіңді бұр деген сол. Ниет бұрсаң, амал етсең береді деген. Бұл жаттан сөз болып естілуі мүмкін. Тіпті кейде бір мешіттерде имамдар уағыз айтқанда осы сөздерді айтқан кезде көп адам қабылдамайды. Өйткені ол бір анау жада дейміз ба, қазақта анау әбден жауыры шыққан бір термин сөздер болып есептелінді. Бәрі біледі оны. Бірақ енді соны қарапайым тілмен түсіндіретін болсаңыз, шын нәрсе жүректен тілеп сұрасаңыз, міндетті түрде береді. Ол Құдайға түк емес. Тек сен бұршы ниетіңді бұру деген сол. Сенің оқитын намазың, сенің амалың, сенің ойың, тілің, жүріс-тұрысың бәрі болды. Өйткені жаңағы бағана басындағы айтқан демді алу, демді шығару, келу, кету арасында кішкентай ғана өмір. Яғни мәңгілік емес екені хақ та. Бұл мына материядағы өмірдің. Яғни ол ана өмірге дайындалып, ол өмірді ешкім көріп келген жоқ, бірақ өзіңмен өзің дайындалып жүруде емес мәселе. Мына өмірдегі качественный өмір сүру дейміз ғой, өте сапалы өмір сүрсең, яғни сенің мәңгілік өмірің дұрыс деген сөз да. Бізде осы жерді кішкене түсінбегеннен кейін болмаса ылғи жауыр болған бір терминдермен түсіндіргеннен кейін бекен қабылдамау бар. Я деп түрін жасап бүйтіп тыңдайды да кетті, болды. Шыққаннан кейін ештеңе мидан шығып кетеді да ол. Сондай нәрселер бар. Сондықтан мен қайда ертеректе іштей дайындалсам керек баруды. Керемет. Бір кәдімгідей бір еске алатындай бір не екен айтып жатқан неңіз. Дайындық, жаңағы әрбір намаздан кейінгі дәрет алған кездегі әрекеттер деген секілді. Алла тағала қабыл етсін. Енді мына бір сәтке оралайықшы. Ең алғаш қай жылы бардыңыз умраға? 2 жыл бұрын. 22-де бардым. 22-де, иә. Сол сәтке бір барайық қазір. Ең алғаш анаңызбен барған кез, Қағбаны көрген кез. Енді әркімде әртүрлі сезім болады. Біреу тұрып қалады, біреу көзіне жас келеді деген секілді. Сол сөзде енді мынау қазақтың сөздік қоры бай болса да айтып жеткізе алмаймыз ғой сөзбен. Сонда да бір сипаттап көрейікші сол кездегі сезім. Білесіз ба? Мынау біз Алланың нұры жаусын деген сөз бар ғой. Алланың нұры жаусын деген сөзді адамдар қолданады, айтады. Оның тағы да расшифровка дейміз ғой. Соны көп жете түсіне бермейді деп ойлаймын да. Өзім жағалауымдағы адамдардан соны түсіндім. Алланың нұры жаусын. Бұл бір дежурный рабочий сөз сияқты қолданады да. Алланың нұры деген ол энергия. Қазіргі тілмен айтқанда энергия. Елестетіңізші, мысалға қазақта айтады да, 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қаза деген сөз бар. Біз білмейміз 100 жыл бұрын дәл осы біз отырған жерде не болған. Анау жоңғар шапқыншылығы, ата-бабалардың жердің дауы, жесірдің дауы болып жатқан заманда біз білмейміз дәл мына отырған жердің астында не болған. Жай қарапайым бір тілмен түсіндірейін. Яғни бұл жерде болмаса бір естулеріңіз бар ма, бір трассада кетіп бара жатқанда ылғи бір жерде авария бола береді. Ылғи. Дәл сол жерде ылғи да авария. Неге деп ойлайсыз? Кейін бір естісеңіз, мына жерде астында бір зират болған екен, содан ылғи осы авария болады екен депші. Ол 100 жыл бұрын мүмкін ол жерде әулие жатқан шығар. Әулие, иә. Сол жаңағы айтқан Алланың нұры, энергиясы, ол бәріміз барлығымыз өмірден өткеннен кейін әруақ, жан кеудеңнен шыққаннан кейін әруақ мәңгілік мекенге қайттық, Алламызға. Ал енді әулиелер ол тікелей Құдайдың энергиясы, жаңағы нұры сол әулиеге өзі периодически былай түсіп тұрады дейді. Яғни
энергия деген, Алланың нұры деген ол бір мощный, күші қуаты мықты энергия. Сол Құдайдың энергиясы бүйтіп әулиеге нұрландырып түсіп тұрған сәтте мәшіне кетіп бара жата ма, ананың энергияның мықтылығы соншалық қағып түсіреді екен, да, болды, сыртқа лақтырып жібереді. Болды. Болмаса қазақтың мақалын, батасын қараңыз. Пайғамбардың шапағаты әулиенің шарапаты дарсын дейді. Қазақтың кәдімгі аталарымыздан естіп келе жатқан мақал, естуіңіз бар ма? Пайғамбардың шапағаты әулиенің шарапаты дарсын дейді. Яғни Алланың нұры, жаңағы положительный энергия, ол пайғамбарымызға, пайғамбарларға, әулиелерге түсіп тұратын энергия, қуаттандырып. Не үшін біз мысалға Ханафи мазхабында қай жерге, Меккеге барғанда да, пайғамбарлардың басына барғанда да, әулиенің басына барғанда да біз не істейміз? Біз пайғамбардың сүннетімен жүреміз, және тіпті былай жай тілмен түсіндіргенде, егер сіз бір должностьқа отырғыңыз келсе, сіз министрмен, әкіммен жақсы болу керек қой, енді былай таныс тамырың болу керек. Сен әкіммен сөйлесу арқылы, министр арқылы сен бір должностьқа барасың. Сол секілді Құдайменен сен байланысыңды нақ орнатқың келе ма, пайғамбардың сүннетімен жүресің. Біз, яғни, сол жол арқылы Құдайға жақындаймыз. Мен жалпақ тілмен түсіндіріп отырмын, түсінікті ма? Түсінікті. Сондықтан мынау сол сұрақ қайдай басталып еді? Мен басында өте көп информация тұр да. Ең алғаш сол умраға барған кезіңіз, сол сәт, эмоция. Енді сол жаңағы нұр деген нәрсені, Алланың нұры деген нәрсені дәл осы Меккеге ең алғаш барған кезде сіздің кәдімгі бар ғой, бүкіл мына төбеңізден кіріп, бүкіл клеткаңызға, сіздің тамырыңызға, әр ағзаңызға, бүкіл ана омыртқаңыздан ішіндегі кәдімгі былай өткенін сезіндім ғой, мен, білесің ба? Өткенін басқаша түсіндіре алмаймын, егер мен бұл қарапайым тілмен түсіндіріп отырмын да, өйткені көрген көрермен түсінсе екен деп ше. Ол Алланың нұры деген бір сказкадағы бір нәрсе емес ол. Ол адам, біздің миымызға сыймайтын нәрселер бар да. 7 қабат жердің, аспанның ар жағында не бар екенін біздің санамыз жетпейді. Болды, ол бізге берілмеген, біз ол үшін жаралмаған неміз, қалай айтатын еді? Жаратылыспыз. Біз болды 7 қабат жердің астында, аспанның үстіндегі нәрсені, білмейтін нәрсені Құдай біздің ойымызға салмайды. Ал білетін нәрсені біздің ойымызға салып қояды. Яғни жаңағы айтқан Алланың нұры, ол біле білген адамға ойыңды, тіліңді, ниетіңді, амалын бәрін дұрыстап жүрсең, оны сен күнде сезінесің. Күнде сезінесің. Әр аттаған қадамыңда. Неге? Шын дұрыс бағытта дініміздің, исламның қаймағын бұзбай, дұрыс білімін алып, сол жолды таза ұстанып жүрген, тақуалық ұстанып жүрген адамдар жоқ емес қой, шүкір бар. Қарасаңыз, көзі, беті, жүзі нұрланып тұрады. Неге? Өйткені ол күнделікті тыныс тіршілігінде өзін амалдарымен тазалап отырғандықтан, оны Құдай тағала нұрды күнде жіберіп тұрады да, жаңа энергияны. Сонымен тазаланып тұрады. Ал енді Мекке, Медина дегеніңіз, ол тікелей сізге анау жаңа клеткаңыздан, позвоногыңыздан өтеді жаңағы энергия. Мен соны сезіндім ғой. Алғаш барғанда осы дүниені сезгенде айтам, ой, құдіреті күшті Алла, ана 15 миллиондап, 100 миллиондап құмырсқа секілді ана цикл қағбаны айналған кездегі төбелесіп қалмай, ұрып кетпей, өлтіріп кетпей, ана жерде адам бір-бірін жаншып кетпей, қандай сағат секілді айналып жату, енді ол адам қолынан келмейді ғой енді. Ойлаңызшы. Осындай нәрсенің ішіне, халықтың ішіне кіргенде, ана аяғың бүктелмейтін, аяғы жүре алмайтын, коляскамен әрең алып жүрген мамам, коляскасынан тұрып, мен өзім сезінем Алланың үйін, өзім өткізейінші табанынан деп, қолтығымнан ұстап, қолтықтап ұстап, айналған кезде жүрмейтін аяқ жүрді ғой, енді бұл адам қолынан келмейді. Осындай құдіреттерді сезіну үшін
мен ойлаймын, адамның жүрегі әлемге ашық тұру керек. Біз енді болмайтын тәкаппарлық, болмайтын бастағы таракандармен әйтеуір бір жауып қойып, бір фальшивый бір образдар жасап, солай өзімізді көрсетіп, солай өмір сүреді ғой жалпы қоғамда, мына материяда. Ал егер сырын біліп, тыныштықтың сырын, гармонияның, бақыттың сырын іздеген адам мынаны ашу керек. Оны Абай атам баяғыда айтқан: жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі, іштегі кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі дейді. Яғни хикметті көктен іздеп қажет жоқ, ол сенсің, сенің ішіңде, жүрегіңде. Енді былай айтқанда заманнан бұрын туылған ғұламалар көп қой. Исламда да көп, қанша философтар бар. Солардың тіпті айтқан цитаттарының, сөздерінің астарын аша білсең, соған өрең ақылың жете білсе, шынын айтқанда ислам деген дін, ол жалпы мына жер планетасындағы діннің ол төресі, шыңы. Мен өзім солай ұғынамын. Менің жылаған сәттерім болған. Қандай бақыттымын мен осы ислам дінінде мұсылман болып туылған, қандай бақыттымын деп, кәдімгі бір сабақтардан кейін бір тазару болған кезде мен солай жылағам. Мен ойлаймын, осы енді мен барынша YouTube каналда, қызмет саяхат компаниясының YouTube каналын көрген тыңдармандары болса, шынымен де андай болады ғой, керек ақпаратты жай қарапайым тілде, енді бұл менің өрем. Егер ол менен де биік адамдар болуы мүмкін. Сондықтан мен өзімнің осы жасқа дейінгі жеткен, өзімнің ақылым өрем жеткен жерге дейін, осы жасыма дейін түйген дүниелеріммен бөлісіп отырмын. Бірақ бұдан да биік кеткен адамдар әрине сынға алмас. Өйткені руханияттың шыңына жетіп, тереңнен толған исламда қанша ғұламалар болған. Олардың көзі де, жүзі де нұрланып, және көп сөйлемейтін адамдар ғой. Өйткені адам қаншалық тереңдейді, ғұлама, даналық пен ғұламалыққа өткен кезде, былай айтқанда тілден қалады ғой. Өйткені оның жүрегі ғана сөйлеп тұрады. Мен сол жолдамын, Құдай маған соны нәсіп етсе екен деймін. Ал енді ой, мына апам өзінде орамал жоқ, сөзі мынау көпіріп отырған деп қабылдайтын адам болса, сол сөздерді айтпастан бұрын ойлану керек. Мен мына подкаст неге менің парақшамда шықты, неге мен бұны көріп отырмын, неге бұл маған шықты, қандай Алла тағала маған қандай сигнал бергісі келді, қандай белгі бергісі келді деп ойлану керек шығар. Себебі мен өзімнен мықтылардың жаңағы Инстаграм парақшасында, әлеуметтік желіде, ютубтан шығып қалғанда мен міндетті түрде оны белгі деп қабылдаймын. Мынау маған белгі келген, Құдай маған не айтқысы келіп тұр, Алла тағала маған нені меңзеп тұр, мен неге қарай бет бұруым керек деп мен бірден белгі деп қабылдаймын. Сондықтан егер қажет деп тапса, қызмет саяхат компаниясының YouTube каналындағы оқырмандар, жаңа қосылған оқырмандарға бір келген маған белгі деп қабылдаңыздар. Сол? Шынымен де егер бұны дұрыс түсіне алса, бұл подкаст сын ретінде емес, наоборот бір белгі ретінде өздеріне қабылдайды деген ойдамыз. Одан бөлек енді жаңағы айтып жатса, шынымен де келсем, қасиетті мекен, Мекке Медина қаласы өте ерекше сезімде болады адам баласы. Жалпы әрбір жанға бұйыра бермейтін бақыт қой. Сол бақытты енді көріп отқан әрбір адамға бұйырсын деген тілектеміз. Одан бөлек енді әрбір мына адам баласында әрбір бір периодта, белгілі уақытта бір сабақ алатын, өзіне түйіп алатын бір ой болады. Сол секілді сіздің осы бір умра сапарында, 10 күндік алғашқы умра сапарыңызда бір өзіңізге түйіп алған бір рухани сабақ дейміз ба, бір түсініктер бар ма? Бөлісе алатын өміріңізде қолданған? Бар. Мынау мейірімділік, жылулық деген нәрсе бүкіл адамзатқа жетпейді. Мына 21 ғасырда, қазіргі қоғамда байқасаңыз, таң атады, күн батады. Мейірімділік жетпейді адамға. Жылулық жетпейді. Бүкіл адамға енді жетпейді, айтары жоқ. Әсіресе қазақ елі, енді білесіз, біз құлдықтан шыққан халықпыз, аштықты көрген халықпыз. Біздің ДНК-мызда үлкен көп программалар бар. Яғни совет өкіметінен, тіпті балаңның маңдайынан сүймейтін, арғы заманнан бастап оның бір кереметтілігі де бар да, кейде бір
осал да тұстары болып қалады. Негізі жылулық керемет дүние. Мен соны сезіндім. Яғни біз 30-40 адам бір жаңағы осы қызмет саяхат компаниясымен барған 30-40 адам бір үйдің баласындай жүрдік. Ішінде кәрі де бар, жас та бар, бала да бар, емшектегі. Әртүрлі мінездегі адам, әртүрлі амбициядағы, өзін жеңем, өзімен күрес жолындағы жүрген адамдар руханиятымен. Сондай ортаға кіргенде, сіз бір мынау ихрамға кіргенде адам бір сынаққа түседі ғой. Жалпы осы жолға, ихрамға кірместен бұрын сапарға дайындалғаннан бастап сізде басталады ғой, жаңағыдай әртүрлі бір сигналдар, знактар, сынақ деп айтайықшы, сол сынақ басталады да. Сол менде болды. 40 адамның ішінде жүргенде мына кісінің затын көтере салу, мына кісіні сүйей салу, мына кісі тамаққа түсе алмай жатса апарып бере салу, мына кісіні таңертең жаңағы күліп қал жағдайын сұрай салу деген нәрсе, бұл мейірімділікке, жылулыққа жатады. Сол энергия жылы бүкіл адамға жетпейді. Мен осы нәрсені, жалпы бұл түйген нәрсем, бірақ осыған үлкен мүмкіндік жасаған барған сенің, енді бұл бір жарнама ретінде де айтқан емес, адамда таңдау бар ғой. Бұл мына екінші сапарымда да қызмет саяхатпен бардым. Осы компанияның, осы қызмет саяхат компаниясындағы ұстаздардың біліктілігі, білгірлігі, білімі болса керек. Бізде сонда атмосфера болды. Қалыптастырды ол кісілер. Және автобус қотыр, жолда жүр, жаңағы әр зияратыңда жүр. Бізде осы бір үйдің баласындай жылулық болды арамызда. Бұл менің түйген алған нәрсем, кейде бір жетпей жататын. Және діни білімді сауатты күшейту керектігін түйдім. Өйткені білес, әртүрлі ағым бар. Ол 73 тармақтың бір-ақ тармағы дұрыс. Кім қай бағытта жүр? Сіз барғанда сан қырлы бағыттағы жүрген қауымды көрген кезде сіздің діни сауатыңыз болмады ма? Ішіңде мықты фундаментің қалан, діңгегің мықты емес па? Осал ма? Құрыдың. Яғни Мекке, Мединаға баратын кезде турист болып для галочки баруға болмайды. Ұшырып түсіреді сізді. Яғни үлкен дайындықпен, біліммен бару керек. Осыны түйдім. Және өзім өте бір діни сауатты, білімім күшті деп айта алмаймын. Маған әлі қайда іздену керек, қайда оқу керек. Бірақ кішігірім болсын, мен сауатымды ашып барғаныма қуандым. Әртүрлі ағым бар, әртүрлі. Енді сіз неге ана ағымдасыз, неге мына деп адамда таңдау бар ғой, өзі біледі. Дегенмен Аллах тағаланың өзінің бұйырған жолы бар. Пайғамбарымыздың сүннетімен жасалатын амалдар бар. Оның барлығын сіз сауатты түрде білмей барсаңыз үлкен қателік болады. Мен соны түйдім. Және дайын сауатымды сәл де болсын ашып барғаныма қуандым. Дос таптым. Бұл да қажылықтағы кездесу, қажылықтағы тауып сыйлас, аралас болған жандар өте бір қымбат болып тұрады екен өміріңде. Осындай дүниелерді түйіп, көріп, алып қайттым. Рахмет. Енді біз де қуаныштымыз өзіңізбен бірге 10 күн умра сапарында бірге болып, өзіңізбен сұхбаттасып, құлшылығымызды, амалдарымызды бірге жасағанымызға өте қатты қуаныштымыз. Расымен айтасыз, енді қазіргі таңда компания таңдау, оның ішінде дұрыс компания таңдау өте өзекті мәселелер болып тұр ғой. Өйткені өзіміз естіп жатырмыз, умра саласы болса да, діни саласы болса да, неше түрлі жағдайлар болып жатыр деген секілді. Сол себептен көріп отқан әрбір көрермендерге де айтқым келеді, егер умраға баруға ниет етіп жүрген кісілер болатын болса, онда асықпай компанияларды зерттеп, қарап, өздері бір түйін шығарып барып, бір өздері де ұтылып қалмайтындай бір вариант таңдайды деген ойдамыз. Келесі қойғым келген сұрақ, әрине енді біз ешқайсымыз бір ұстаз емеспіз, бір дін маманы емеспіз, бірақ та көріп отқан адам үшін қазір умраға бару деген ол әрине үлкен арман,
қол жетпейтін бір не секілді көрінуі мүмкін, бірақ та енді өзіңіз бір емес екі рет бардыңыз, өзіңіз білесіз, шынайы ниет еткен адамға, дұға еткен адамға алла тағала бәрібір мүмкіндігін береді. Сол кісілерге бір кеңес дейміз ба, мотивация дейміз ба, енді өзіміздің бір деңгейде бір кеңес айта аламыз ба? Тағы да бағана ең алғаш сұхбатты бастағандағы нәрсеме оралғым келеді. Демді алу, демді шығаруды адамдар жақсы түсінсе екен. Өйткені сіз түнде ұйықтап жатқанда да дем алып жатасыз, бірақ сол сізге демді беріп тұрған Құдайдың құдіреті екен, Алла тағаланың ісі екенін біз есепке алмаймыз, біз өзіміз дем алып жатырмыз деп ойлаймыз. Демді алып шығарып жатырмыз деп ойлаймыз. Көзіңді аша салғанда да, дем жұтқанда да өзім жұтып жатырмын. Мүмкін емес, өзің жұта алмайсың. Оны қозғалтып тұрған үлкен цикл қозғалыс күші бар да, ол құдіреті күшті Алла. Яғни осымен ақ түсінікті материяның мәңгілік емес екені мына өмірдің. Сонда сіз мәңгілік мекенге жаның қайтқан кезде, мынау жер мен көкті байланыстыратын адам негізі. Екі аяқты ана жер анада тұрсақ, неге адам ұйқысы келе береді, неге жатқысы келе береді? Өйткені дене білетті, о дүниеге қайтқан кезінде, Раббысына қайтқанда мына денең жердің астына қойылатын. Ал енді неге адам дами бергісі келеді, оқығысы келеді, білгісі келеді, руханиятын жетілдіргісі келеді? Ол адам өйткені жан шыққан кезде Раббысына қайтады, рух өлмейді деген сөз. Яғни руханият деген содан қалса керек. Басты қорек сіздің руханиятыңызға, жаныңызға. Оны беретін осындай амалдар, яғни Құдайға жақындау. Құдайға жақындау деген Құдай бір айда, аспанда бір отырған жоқ. Болды, ол сенің жүрегіңдегі нәрсе. Біздің ислам дінінің де кереметтілігі сода ғой. Жаңағы бір Будданың бір мүсініне табынбайсың. Бір енді баяғы тенгрианство дейміз ба, тәңіршілдік кезінде болды ғой ол, бірақ ислам діні келгеннен кейін қанша бүкіл діндер жойылды, мысалға кітаптардың күші жойылды. Яғни сіз осы ислам дініне келсеңіз, өзіңізге келдіңіз, өзіңізді таныдыңыз деген сөз. Өзі Құдайдан қорқу керек, Құдайды жақсы көру керек, Алла тағала деп бір оны құбыжық қылып айтудың қажеті жоқ, және оны олай қабылдаудың қажеті жоқ. Алланы тану деген өзіңді тану болды. Біз негізінен сол сыртқы жақты көп мән береміз да, ішкі өз әлеміңе көп адам қарай бермейді. Қарау керек. Өз әлеміңе қарау деген, тану деген, Құдайды тану деген сөз менің ұғымымда. Сондықтан міндетті түрде сіз өзіңіз таныған сайын ол құдіретті Құдайдың күшін сезіне бастайсыз. Құдіретін сезінген сайын сіз Меккені де, Мединаны да, Умраны да, қажылықты да үлкен сіз өзі ниетте бұрылады, жолда ашылады, адам фокуста ұстайды да оған. Ең бастысы мынандай кішкентай бір қадамдармен жүре беру керек. Бірінші сол дәретіңді алып үйренуден, бірінші сол ойыңды дұрыстаудан деген сияқты. Менің айтар кеңесім өзімнің оқырмандарыма, жалпы Қызмет Саяхат компаниясының, жалпы YouTube каналға көпшілікке айтатыным, мен білмеймін дәл қазір қай жолда қаншалықты менің руханиятымдағы қорекпен, байлықпен келе жатқанды, бірақ мен күндіз түні амалымда, ниетімде, әр қадамымда ниет етудемін. Өзімнің Аллама қарай жүруде, тануға, яғни өзімді тануға, ішкі әлемімді. Әр адам сондай қадам жасаса, міндетті түрде Меккеге жол ашылады. Ал енді Меккеге баратын жолда, бағанағы өзіңіз айтқандай, таңдау керек. Қай компаниямен барасыз, сіздің барғандағы жатын орныңыз, ішетін тамағыңыз, жеген тамағыңыздың харам халалдығынан сіздің мінезіңіз қалыптасады просто. Мінез ол сенің тағдырың, өмірің болды. Одан кейін фастфудты, Макдональдске барып бүкіл жеп алып, менің неге жолым болмайды, неге менің ақшам жоқ, неге мен бақытсызбын деп айтудың қажеті жоқ. Сен жауапты болсашы әр өзіңнің ағзаңа. Аманат қой. Раббысына қайтатын, және сен жейтін аузыңа салатын тамаққа ойлансашы, ең болмағанда барған рестораннан сұрасашы, мынау халал ма деп. Осы нәрсенің бәрін істемейміз ғой біз. Яғни соған дейін Қызмет Саяхат компаниясында есепке алынғанда мен соған риза болдым, шынын айтайын.
және өзі барғанда да әр нәрсені аузыңа тықпалай бермейсің ғой. Шетелге шыққанда өзі асқазанның бір запасной нәрсесі іске қосылады, аштан қалатын сияқты. Әсіресе сәл жастау кезімізде вообще сондай болатын. Мен де бір шетелге демалысқа барсаң тойып алу керек сияқты, самолетта тойып алу керек сияқты. Сөйтсем мен айтамын ғой, біздің не бәле ДНК-мыздағы аштық көргендік программа қалып кеткен ба деп ойланамын да. Ал негізі тамаққа да сондай бір аузыңызға салатын нәрсеге бір өз-өзіңе құрметпен қарасаң, аштық та жоқ, аш та қалмайсың, тамақта адалынан келіп тұрады. Осы нәрсенің барлық қамтылған, айтары жоқ. Сіздің Қазақстаннан шыққаннан аэропортта тіпті бар ғой, бір курортқа кетіп баратқан адам сияқты тұрасың. Бүкіл паспорттарыңызды алып, ұстаздар барлығын жасап, өткізіп, ыңғайлы орын жасап, үлкен кісілердің ыңғайлы отыруына дейін қарастыру деген, Құдай-ау, барсаң бардың, бармасаң қой, және барғаннан кейін далада қалып, бір гостиницалардың холлында түнеп жатқан қанша компанияларды естіп көріп жатырмыз. Өзім достарыммен 2 жыл бұрын солай бетпе-бет кездескенмен далада қалып жатқан. Сондықтан жарнама емес, тағы кешірім сұрайын, бірақ таңдаған жөн. Енді мен мысалы өзімнің туғандарыма, жақындарыма, достарыма ниет еткен ылғи айтамын: жандарыма қызмет саяхатпен барыңдаршы. Жанның, жүректің тыныштығы. Сен соншалықты комфортно, соншалықты еш нәрсеге алаңсыз барып келесің. Тамағың ба, жатын орның ба, бүкіл өзіміздің пайғамбарымыздың сүннетіне сай амалдармен ба, осының барлығы осы қызмет саяхат компаниясының ерекшелігі. Барыңдар, жанның рахаты деп барам деген адамға мен бірден осылай кеңес беремін. Енді әйтпесе сіздердің маған, мен сіздерге өткізіп қойған еш нәрсем жоқ. Былай айтқанда, тіпті бұл компанияны кім басқарып отыр, кімдер жұмыс жасайды, оны да мен былай айтқанда дұрыс білмеймін. Бірақ менің бір білетінім, бағанағы айтқан энергия адаммен алмасып тұратын дұрыс энергия жүрді. Аманатты сезінетін, аманатқа қиянат жасамайтын, жауапкершілікпен жүретін, үлкен адамға деген құрметпен жүретін, апарған кезде барлық амалдарымызға сай амалдарды жасататын пайғамбарымыздың сүннетіне сай. Осының барлық қамталған, және ерінбей барлық экскурсияға апарады ғой, Құдай-ау. Енді ерекшелігі мене, ақыр аяғы Мединаға келгенде құрма бағындағы қай құрманы алу керек, қай құрманың, әжуаның саған қасиетін, соншалықты пайдасын түсіндірген кезде мен бірінші рет ондай дүниені естідім. Мен бұрын келген адамдар, осыны алу керек пе, әжуа ма, білмеймін ғой, мынау үлкенде томпайып тұрған мына құрманы алдық, анау қатты болды кішкене әжуа дегендерді естігемін. Былай айтқанда, бұл детальный нәрселер ғой айтып жатқаным. Яғни үлкен ұлы сапарға бара жатқанда бүкілін қамту керек. Өзіңнің танымдық біліміңді, баратын компанияңды, ниетіңді бәрін бүйтіп алақанға ұстау керек қой. Сонда ғана сіз үлкен әсермен, үлкен ішкі өзгеріспен, үлкен күшпен, энергиямен ораласыз. Енді осы екінші барып келгендегі мен қағбада тұрып не тіледім, келгеннен кейін енді сізге өтірік, маған үшін 10 күннен кейін сол өзгерістер бола бастағанда айтам ғой, Алла тағала, мынау не деген құдірет, адамның қолынан келмейді ол. Оны мен істеп жатқан жоқпын, бірақ менің сұрағаным 10 күннен кейін кәдімгі өзім өмірімде кездесіп болып жатқанда өзіңмен өзің іштей отырасың да сөйлесесің, өзіңмен өзің іштей алғыс айтасың. Осындай бір дүниелерді бастан кешірдім мен. Толықтай келісемін сізбен. Енді Аллахтың қалауымен шығар, осы сапар бізде өте жоғары деңгейде өтті деп толықтай айта аламын. Және де енді соңғы әлеуметтік желілерде қозғалып жатқан тақырыптар, көтеріліп жатқан тақырыптардың барлығы осы енді компанияларға келіп тіреліп жатқаннан кейін бұл жайлы да айта кетпесек болмайды. Өйткені бізді көріп отқан әрбір көрерменнің баруы ол аманат, умраға бару. Сол себепті мен толықтай айта аламын. Енді умраға баруға ниет етіп жүрген жандар болатын болса, ол кісілер компанияны толықтай зерттесін, қарасын, лицензиясымен таныссын, оның программасымен таныссын, өтілетін бағдарламалармен танысып барып, одан кейін ғана, мынандай қазір енді маркетингтің заманы ғой, эмоциямен асығыс, бағаға қарап молай алданып қалмаса екен деген ниет.
жоқ, қызмет саяхат компаниясының бағасы да тиімді ғой, қолжетімді. Жалпы айтып жатырмын, енді қазір неше түрлі маркетинг болып жатыр ғой. Соған бұл айта кеткенім ғой. Одан бөлек енді жаңа бір әңгімеңізді айтып кеттіңіз, Америка деген секілді қазір естіп жатырмыз, Америка көшті деп естіп жатырмыз. Енді толықтай Америкаға көштіңіз ба? Одан кейінгі білгім келетіні, ол жақ енді Америка біз үшін бір мұсылман емес деген немен қалыптасып қалған ғой. Ол жақта жалпы руханиятыңызға кері әсер көп емес па деген секілді. Иә, қазақта айтады ғой, тұлпар мен есек қатар тұрса, есектің жаман қылығы тұлпарға жұғады дейді. Тұлпардың жақсы қасиеті есектің бойына дарымайды дейді. Яғни орта. Бұл досқа, ортаға қатысты айтылған нәрсе. Қай жерде космосқа ұшып кетті Илон Маскмен бірге, болмаса мұсылман мемлекетінде тұр, мұсылман емес мемлекетінде тұр, сіздің ортаңызға барлығы байланысты. Және бағанағы басындағы айтқан фундаментіңізге көп нәрсе байланысты. Яғни өзің өмір бойы даму үстінде болсаң, міндетті түрде өзің қандайсың, сондай сен ортада жүресің. Және мен дос таңдауға құқым бар. Егер ол достан менің руханиятыма пайдалы нәрсе алмайын ба, менің құқым бар ол адаммен араласпауға. Мен өзім көзқарасым солай. Қазір де солай. Ал енді Америкаға түбегейлі көшіп кеттім деген нәрсе емес, мен екі мемлекеттің арасында жүрмін, ол мен жеке өміріммен байланысты, отбасыммен, күйеуіммен. Ал енді ол жаққа барған кезде де сол өзіміздің қазақ орта бар. Сол біздің ет алуымыздың өзі бір кәдімгі, ол жақта қазақтардың өзі бір жаңағы бір сценарий бар да. Мал базарына барасың, Лос-Анджелестің шетіндегі пәленше сағаттық жерге барып, сол жерден алып, бісмілләні айтып, құлаға қаратып, малымызды сойып аламыз қазақтар. Мысалға да, қазақтар солай тұрады. Құрбан айт кезінде, ораза кезінде. Былтыр мен оразамды Америкада өткіздім. Мен күйеуім бірінші рет мен ораза ұстады. Енді басында түсінбейді, жаңағы енді әбден сол жақта тұрған адам ғой. Тамақ ішпасам бола ма, басым айналып кетті дейді. Мен айтамын, болмайды, сен бүкіл ниетіңмен, ынта-шынтаңмен бұрылшы. Сенің тіпті әшейін жұтқан түкірігіңнің өзі саған керек болса қорек болып тұрады деймін да. Содан бір күнің қаза болған жоқ, ұстап шықты мысалға. Күн ыстық ол жақта, қыс жоқ қой. Соның өзінде сен өте жеңіл өткізесің, өйткені орта. Бір-біріңді ауыз ашарға шақыру, бір-біріңе тілекші болып, малды сойсаң бірге сойып алу. Яғни менің салт дәстүрім, менің иманым космосқа ұшсам да менімен жүреді. Оған сен Қытайдың арасында тұрасың ба, шүршіттің арасында тұрасың ба, Американың арасында, ол рөл ойнамайды. Саған ғана байланысты. Сенен шығады ол Wi-Fi ғой бұл. Сенен не энергия шығады, соған тартылады адам. Егер мен Құдай бетін аулақ қылсын, сондай бір өзіңнің ойың таза емес, өзің бір нашақорлықтың, өңшең бір маскүнемдіктің арасында жүрсең, әрине сенің ортаң сол болады. Сол сияқты сенен шығатын Wi-Fi, сенен шығатын энергия, соған адам тартылады. Менің ортам сондай ол жақта. Ал енді елден бір жол ат жалын үзіп кетпейтінім анық, өйткені мен қазақ елінен махаббаттан, жылулықтан, қай жағынан болсын құрмет алудан да, жақсы достан да, бауыр ағайыннан да мен жамандық көрген жоқпын. Бұл менің үлкен жаныма, тағы да жүрегіме, руханиятыма керек махаббатты мен өз елімнен түбегейлі кәдімгі бүйтіп тұрып тостағаннан қымыз ішкендей сіміріп отырамын да әр кезеңде. Яғни маған заряд береді, тағы да энергияны береді. Сондықтан кету ойымда жоқ та, кетпеймін де. Енді бұл қазір уақытша нәрсе, бірақ екі мемлекеттің арасында ұштастырып, енді жұмыс бабына, жеке өмірімнің әзірге осылай қалыптасып тұрғанына қарай солай өмір сүреміз. Ал әрі қарай Құдайдың еншісіне көреміз. Түсінікті. Иә, әрине енді кішкентайымыздан сізді көріп өстік. Сіздің әндеріңіз болсын, жалпы киноларыңыз болсын, енді біз де сіздің бір жолата елден кеткеніңізді қаламаймыз. Көз алдымызда жүргеніңіз ол біз үшін де керемет. Одан бөлек тағы бір айтқым келетіні, енді өзіңізбен 10 күн умра сапарлас болды ма, сол кезде енді сізбен сұхбаттасып қойған кезде кейбір әңгімелеріңіз есімде қалғанда, жақындарым үшін, солар үшін дұға етудемін деген секілді. Енді мынандай бір сұрақ, Алла тағала тағы да сізді умраға баруды нәсіп етсе, ол жолы кіммен барғыңыз келетін еді? Күйеуіммен. Өйткені ол да қазақтың азаматы ғой. Кішкене мынау тамыр үзіліп қалу, қанша дегенмен адамның өзінің ана тілі, ол да энергия береді. Мен бизнес университетте оқығанда менің мұғалімім орыс болды.
орыс болғанда еврей халқының. Сонда енді онлайн ғой, әлем түкпір-түкпірінен, Франция, Европадан, әр жақтан жаңағы орыс тілдес кезінде кеткен адамдар енді оқып жатыр ғой, 25 мың ба студент. Сонда сабақта отырғанда Франциядағы бір бизнесмен қыз сұрақ қойды: сіз неге ағылшынша жүргізбейсіз? Менің мұғалім Америкада тұрады, Нью-Йоркта. Неге ағылшынша жүргізбейсіз? Бәрімізге, көп адамға түсінікті болар еді дегенде жауап берді: ағылшын тілі менің ана тілім емес. Яғни өзге тіл маған қуат бермейді, мені қуаттандырмайды, энергия бермейді. Сондықтан мен өз ана тілімде сөйлеймін деді. Яғни әр ұлттың өз ана тілі ол энергия береді. Өзінің тамырыңнан, ата тегіңнен ажырамауға үлкен ықпал ететін тіл. Сол жағынан келгенде енді менің күйеуім, енді оған ешкім кінәлі емес қой. Әке шешесі совет өкіметі, қаланың баласы, орыс мектебін бітірген. Жаңағы тілді жақсы білмейді, қазақ тілін. Соған енді өзімнің арманым, ойым, Меккеге бірге барсам, жалпы тілді түбегейлі қанын жүгіртіп өз сезінсе деген нәрселер бар да. Енді бұны бір айтудың өзі де мүмкін ыңғайсыздау болатын шығар көрерменге, менің бұлай айтып отырғаным. Бірақ ол енді менің өмірімдегі бар нәрсе. Сондықтан ендігі сапарым күйеуіммен болса деймін. Анамды апардым. Ол кезде әкем тірі еді. Анамды апарған кезде әкем үшін ұмра жасағам көзім тірісінде. Осы барғанда әкеме тағы ұмра жасадым. Мамама ұмра жасадым. Өзіме жасадым. Балам менен келініме, кішкентай немереме тәуап жасадым. Былай айтқанда күн-түн Құдайдың құдіреті айнай, аяғыңа да күш беріп қояды, ұйқыңды да 1-2 сағатпен қандырып қояды. Енді жай күнде сен 2 сағат ұйықтап көр, болмаса сен ана 10-20 мың километрлеп жүріп көрсен, құлап түсесің ғой тұрмай больницадан бірақ шығып. Көрдіңіз ба? Яғни бұндай құдірет Алланың ғана құзырындағы дүние. Сондықтан абай болу керек, қарсы сөйлеуден де, асқақ сөйлеуден де. Мына ауыз менің ауызсыздық емес, ол Құдайдың жаратылысы. Аузым бар екен деп балпылдап, түйдектетуді де, тәкаппарланып, ona өзіңнің іштегі бір эголарыңның қоректендіру үшін өктемдетіп сөйлеудің қажеті жоқ. Өйткені адам ханның да қараның да талайын басы кеткен замандар болған. Сондықтан сол ана Аллаға мойынсыну, мүмкін сол Алладан қорқу дегенде соған саятын шығар. Ол қорқу емес, оны сезіну хикметін. Оның саған беріп тұрған, тіпті жұтқызып тұрған ауа үшін алғыс айту, осы мойынсыну деген ұғым менің ұғымымда. Сол енді тағы да сол күйеуіммен баруды нәсіп етсін, сіздерменен қайтадан жүздесуді нәсіп етсін. Өйткені ондай ол сапарда өздеріңіз сияқты жас болса да қандай бақыттысың Арнұр. Мына жасыңда, мен мысалы сенің жасыңнан қайда 25 жасыма қарай келдім, сен оны ертерек бастадың. Міне қазіргі жастардың ерекшелігі де сол. Екіге бөлінеді қызық жастар. Біреуі жаңағы руханияттың ерте сезініп бет бұрғандар, тағы бір жастар бар, қайда әлі алыс мәңгірген бір басқа әлемде жүргендер бар. Сондықтан көбірек келсе, дұрыс жолмен келсе, махаббатпен келсе, ниетпен келсе, онда мен ойлаймын, жалпы мұсылман елінде, мұсылман мемлекеттерінде тыныштық та, үлкен прогресс те, өзгеріс те көп болады. Ең бастысы біздің дұрыс келуімізде исламға, оны берік ұстануымызда, сезінуімізде, сонымен өмір сүруімізде, және мұсылман болып Раббымызға қайтуымызда. Осындай бақытты әр қазаққа бұйырсын. Амин. Шынымен де сіздің де жаңа ниет етіп жатқан ниеттеріңіз Алла тағала қабыл етсін. Енді тез арада көркем жеңіл түрде қайта умраға баруды нәсіп етсін. Енді шынымен де сол умра сапарында жүріп, сіздің қасыңызда жүрдім, сол кезде сіздің әрекеттеріңізге, нелеріңізге іштей өзім риза болған едім. Енді мынау ғой, сол уақыттарда енді умра сапарында 10 күн бойы жүріп, сізден енді әңгіме естідік, сізден неше түрлі кеңестер естідік, ол бізге пайдалы болғандар да өте көп. Сол тұста өзімнің бір іштей ниетім болған, осы кісімен бір отырып сұхбаттасып көрсем деген. Енді осы бір мүмкіндік бұл да қабыл болып бұйырып тұр екен. Аллаға шүкір, енді Қызмет Саяхат компаниясының себебімен. Енді подкастымызды қорытындыласақ, осы тұста өзіңіздің бір көріп отқан көрермендерге деген ыстық лебізіңіз болса, тілегіңіз,
айтар сөзіңіз болса, өзіңізге мархабат. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың айтқаны бар: жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен, тағдыр қылды дегенді шығарамын сөзімнен дейді. Яғни тағдыр деп тұрғанымыз Алланың бұйырғаны ғой, енді Алланың ісі ғой деген нәрсені, жауапкершілікті Алла тағалаға сырып қою керек. Және жақсылық болса да, жамандық болса да, ол өзіңізден. Яғни өзіңізбен алысыңыз, өзіңізді, руханиятыңызды қоректендіріңіз, өзіңіз өзгеріңіз. Сонда сіз өзіңіздің Аллаңызды тереңінен танып, оның хикметін сезінген кезде сізден асқан бұл әлемде бақытты адам болмайды. Сол күнді сізге нәсіп етсін Құдай. Рахмет. Сізге де рахмет. Енді бүгін алтындай уақытыңызды бөліп, бізге келіп, бөліскеніңіз үшін мынау Қызмет Саяхат компаниясының атынан кішігірім сыйлық. Осындай гүлдей жайнап, сыйласып жүре берейік. Алла қаласа енді алдағы уақытта өзіңізбен қайта умрада сапарласпауды бізге де нәсіп етсін. Сізге келгеніңізге, уақытыңызды арнағаныңызға көп рахмет. Және де осы тұста құрметті Қызмет Саяхат YouTube каналының оқырмандары, сұхбатты соңына дейін көрсеңіздер, сіздерге үлкен алғыс. Осы сұхбат арқылы болса, титтей де болса сіздерге өз пайдамызды тигіздік деген ойдамын, ниеттемін. Енді Алла қаласа осы подкастты соңына дейін көрген жандар осы подкасттың астына өз ойларыңызды, пікірлеріңізді жазыңыздар. Әдеттегідей біздің Қызмет Саяхат компаниясынан ең үздік деген 3 пікірге қасиетті мекеннен келген сыйлығымызды беретін боламыз. Келесі шығарылымда кездескенше.